біздер Дермене ауылындамыз. Бұл ауылға келген негізгі мақсатымыз бұл осы Дермене ауылының Жұмабек Тәшенов атындағы мектеп кітап-лайк деген жоба бастаған екен осыдан 3 жыл бұрын. Негізгі мақсаты балдарды кітап оқу мәдениетін дамыту, машықтандыру соған, сол арқылы рухани құндылық сіңіру екен негізгі идеясы. Дермене деген ауылдың не мағына береді десек, Дермене деген жусан тектес шөп екен, емдік қасиеті бар. Емдік қасиеті бар шөп екен. Осы жерде кезінде совхоз болған, лекарственный совхоз деп атайды екен. Москваға тікелей қараған совхоз болған. Осы айналада емдік қасиеті бар шөптер еккен екен. Бұл кезінде өздерінің айтуы бойынша күрілген ауыл болған, жағдай жақсы. Москваға аптасына 2 рет отчет беру үшін барып тұрады екен. Сондай осы бір қасиетті жақсы жерге келіп жатырмыз. Бана мен мектепке бардым, Жұмабек Тәшенов атындағы мектепке. Сол жерде Дермене деген Дулат Исабековтың кітабы бар дейді. Сіз білесіз бе, оқыдыңыз ба? Дермене деген кітабы бар. Осы жалпы Дермене ауылының жанында болған оқиға ғой. Жалпы халықтың жаңағыдай Дермене шөпті қиын қыстау кезде Дермене шөпті орып, жаңағыдай жинап, негізі бұдан мындай болған, ерте кезде Дермене табиғи өзі өседі. Негізі өз қиссасында да айтылады, біреулер бұны жаңағыдай қолдан өсіреді деп жатады, біреулер жаңағыдай жыртады үнемі деп жатады. Негізгі антологиялық несіне жүгінетін болсақ, ол жаңағыдай Арыстан бабамыз дүниеден қайтатын кезде жаңағыдай неге шәуілдер дейді, отырарға барған кезде, бір сол жерге құдай қонақ барған кезде, бір жаңағыдай сіңір шыққан кедей кісі жаңағыдай жалғыз лағын сойып күтіп береді ғой, соның ықыласына ырза болып, жаңағыдай мен дүниеден өткен екен, осы отырарға келіп қойыңдар дейді ғой. Сол кезде Арыстан бабамыз дүниеден өткеннен кейін періштелер, пәленбай періштелер жаңағыдай соны арулап, көздерінен жас шығып әкеліп жатқан кезде, сол періштелердің көзінен тамған, жастан тамған жерінен осы Дермене шөбі өсіп шықты дейді. Сөйтіп аңыз бойынша сол Дермене шөбі өсіп шыққаннан кейін осы бірнеше ауруларға шипа беретін сондай қасиетке ие болды дейді. Соның тапшылығы жаңағыдай адамға керек нәрсе. Одан кейін бұл Дермене шөптің көптеген дәріліктерге қоспа ретінде қосып бірнеше дәрі өндіруге жаңағыдай қажет шөп. Соны енді Дулат Исабеков жаңағыдай жазушымыз соны Дермененің несін көрсету үшін жазылған кітап. Сонда жаңағыдай мазмұнда осы жердегі тұрғындар, қарапайым тұрғындар қолмен орып шөпті, одан кейін оны арнайы жаңағыдай кеп өткізіп, пункттерге өткізіп, оны пункттегілер өңдеп Москваға жіберіп отырған. Ал Москва тікелей шикізат қабылдайды, оны дәрі қылып, жан-жаққа таратып, осы жаққа беріп, солай істеп отырған. Бана айтып кетті, сол Москваға тікелей қараған деп та, ауылды. Тікелей қараған. Ол кезде жаңағыдай мемлекеттік жаңағыдай гособеспечение дейді ғой, бәрін қамтамасыз етіп, мемлекеттік қамтамасыз етудің бәрі тікелей Москвадан болған. Мына жер осындай гүрілдеп, сол бәрі Москва тікелей неғып қамтамасыз етіп тұрған. Соны енді Дулат Исабеков сол Дермененің жаңағыдай жиналу жолдары қалай өңделеді, сол туралы көрсетпекші болған ғой. Жаңағыдай атасы мен немересі шөпті жинап жүріп, оны бір жаңағыдай басқа пиғылда дейміз ба, алдап соғып жаңағыдай сол жинаған шөптердің бәрін өзі емденіп алып кетіп, оны жаңағыдай арбамен тасып әкетіп, сөйтіп пунктке апарып өткізіп, ол пунктте өткізген кезде айналдырған ақшаларын бермей қойып, сондай өзінің несі бар, оның оқиғаның хикаясы бар. Бірақ автордың айтқысы келген нәрсесі осы Дермененің қалай шығатынына, қалай жинайтынына туралы суреттермен ол жерде. Сол себептен жаңағыдай Дермене шығармасы атақты болып, неғанда оқылып, оның осы Дерменде өткені ғой. Бұйырса оқу керек екен кітап. Қадірлі көрермендер, бүгін біз кітап-лайк жобасының авторлары, демеушісі, жанашыры десек те болады, Серік Дүкенбай деген осы Дермене ауылының тұрғыны, кәсіпкер.
ағамызбен сұхбаттасып жатырмыз. Сәке, мана бір әңгіме айтып кеттіңіз, сол кітап лайк жобасына сіздің қызыңыз қатысты деп те. Соның бір ешқандай да бір курстарға апармай, жаңағыдай қосымша оқуға бермей, қызыңыз өздігінен мысалы ағылшынды сол қатысқаннан кейін ағылшында дұрыстап кетті дедіңіз. Сол туралы айтып бересіз бе? Қалай болды? Иә, жалпы негізі адам баласы бір нәрсені жасайтын кезде оны өзінің бойынан өткізу керек қой. Өзінің тәжірибесінде жүргізу керек. Ең құрғанда отбасында жаңағыдай тәжірибесін жүргізу керек деген үшін. Оны көз жеткізу керек деген мәселе бар. Сонда менде отбасымызда сондай қызық құбылыстар болды. Жаңағыдай кішкентай қыздарымда кішкентай кезінен құндылықтармен жаңағыдай 13-14 жасқа дейін ертегі, жыр, аңыз, қиссаларды оқытып неғылдым. Одан кейін алпамыс қобыланды жырын кәдімгі десте қылып парақ-парағымен жаттап алатын тұғым. Сол бір 12-13 жастарға келген кезде кәдімгі бәрін сатылдап айтып бере беретін болды. Оны құндылық ретінде жаңағыдай ендіріп отырғызып жаттатасыз ба, әлде өздігінен тапсырма бересіз, өзі оқи береді? Тапсырма беремін. Бүгін 10 парақ жаттайсың, ертең 10 парақ жаттайсың, ары күні 15 жаттайсың деген сияқты сондай нелер қиссаларды беріп. Соны ана отырады да жаттап тапсырып, ойын баласы ары бері жүріп жаңағыдай тапсырып жүре береді. Бірақ бір арнайы жаңағыдай оны біз жаңағыдай ағылшынды үйрентедіңіз ғой. Бірақ ағылшында сен осыны кәсіби түрде біл деп неғқан жоқ. Соны ана құндылықтарды 13-14 жасқа дейін меңгеріп алғаннан кейін жаңағыдай Сейілбек Мырзабайдың лагеріне барды. Сол жерде барып ары қарай тағы да жетілдіріп, оның алдында да барғанда сөйтіп жүреді. Ең бірінші жаңағыдай ағылшын тілін үйретіп бастаған кездегі нелер ғой, кезеңдер. Сол кездерде ағылшынға қызығып, үйреніп, жаңағыдай не алады да, кейін мектеп бітіруге жақын қалған кезде мамандық таңдайтын кезде айтады, мен ағылшын тілін үйренсем, жаңағыдай ағылшыншаны жақсам деп. Одан кейін бала ондай шектеу нелер қойған жоқ. Сіздер көріп қабілетіне қарай. Өйткені мен білем, бала жаңағыдай құндылықтарды меңгерген кезде, оның жаңағыдай түбінде сол құндылықтар ұстап тұрған кезде, бәрі бекітіліп тұрған кезде, ол анау айтқандай бір шайқатылу, жаңағыдай күйзеліс деген нәрселер болмайтынын біліп, соны оқыттық. Оны оқытқанда да бір арнайы спецшколдарға беріп, оған жаңағыдай пәленбай ақша төлеп неғылған жоқпыз. Тек қана осы ауылдың білімімен, ауылдың базалық білімімен, мұғалімдермен осы жерде ағылшын тілін үйренді. Енді кішкене жаңағыдай Сейілбек ағайынды жетілдірді. Кітап лайк жобасына қатысты, да? Ол кітап лайк жобасына да қатысып, солай неғып жүрді. Енді үлкен қызым ол кітап лайктан бұрын неғылды, бірақ осы жалпы кітаптың құндылығына неғып. Өйткені мен үйде отырған кезде ол 9-шы класс, 10-шы класс кезінде уже абай жолын жаңағыдай орысшасында, қазақшасында жаңағыдай оқып бастады. Одан кейін тестке дайындалатын кезде, мысалы үшін мен айттым, көшпенділерді білмесең, сен тарихтан жаңағыдай ұпай жинай алмайсың деп қызықтырып, көшпенділерді оқып бастадым. Барлығын жаңағыдай 3 кітапты да жаңағыдай Алмас Қындыш, Жанталас, Қаһар, Есенберлиннің көшпенділері. Есенберлиннің көшпенділерін ол оқып бастады. Сол кітап оқуының арқасында ол ана ағылшынша, жаңағыдай математикасы, сауаттылық ашу деген пәндері оған қиын болған жоқ. Ол сол айналдырған бір 2-3 жылдың көлемінде дайындалды да орнына келтіріп алды. Сөйтіп жаңағыдай Сүлеймен Демирел атындағы университетке өзі грантқа түсті. Оның қатарында жаңағыдай ішкі гранттар деген болады. Оны мен бір айтып, арнайы мына сен маған тапсырсаң мынандай болады дегенмен, ол үйде отырады да, әке мен осындай нелер ішкі гранттар бар екен, қатысып жатырмын дейді, жарайды. Соны бір күн айтады, мына грантты ұтып алдым, ана грантты ұтып алдым. Ана мемлекеттік грантқа дейін ол 4 ішкі грантты ұтып алған, 100%. Сөйтіп кейіннен өзі грантқа тапсырған кезде 125 балл жинады. Сол жаңағыдай Сүлеймен Демирел атындағы университетке қабылданды. Бала құндылықтарды меңгерген кезде, жаңағыдай жыр дастандарды жүрегіне сіңірген кезде, сол барлық нелерге есік ашылады деп сөйтіп түйіндедім. Екінші қызымда солай болды. Екінші қызымда осы қарапайым мектеп, жаңағыдай көрдіңіздер, өзім білім деңгейі базасы қандай екенін. Ол қызымда да солай болды. Ол енді таза осы кітап лайктың ішінде жүрді.
кітаблайыққа қатысты бір айда бір кітап тауысатын немен жүрді. Жаңағыдай кезеңдерін барлығынан өтіп оқушы ретінде қатысты. Бірақ ол қызым мысалы үшін алдың қызымнан жаңағыдай алу несі сәл баяулау тұғын. Өйткені ол алдындағы қызым жаңағыдай бір отырады да. Кіші қызыңыз ғой айтып отырғаныңыз. Кіші қызым. Үлкен қызым бір 5-10 минут отырып, өзіне керек білімді алып алатын болса, о екінші қызыма жаңағыдай 1 сағаттай отыру керек деген сияқты. Соны өзім уайымдап не алатын, қалай болады екен деп. Жоқ, ол да осы құндылықтарды сіңірді. Жаңағыдай сол жүйемен кетті. Одан кейін мынау кітаблай қатты әсер етті. Жаңағыдай оның ашылуына, мынау ары қарап білім алуына тағы да көкжиегінің кеңеюіне сөйтті да. Ол да мысалы үшін жаңағыдай ОБД-да жоғары балл жинады. Ол үлкен қызымнан да жоғары балл жинады. Ол тарихшылықты таңдады. Өйткені тура сол кезде өзбегі және мәдени майдан сол кітаблайықтарында оқыды. Соны қатты жаңағыдай әсер етіп кетті ма? әсер етіп, мен жаңағыдай тарихшы боламын деп сөйтіп шешті да, ол тарих факультетіне кетті. Жақсы, осы кітаблайық жобасы туралы тарихын ашып айтып берсеңіз, қалай басталды, неден басталды, қандай идея негізінде? Бана жалпы сөйлестік Гаухар апайлар да, бана қазақ тілі пәні апай Гүлжихан апай да айтып отыр ғой, осындай жалпы жобалар болды, соған барынша бастады. Бірақ енді сіз кәсіпкер ретінде осыған жанашыр болып жүрсіз, сіздің тарихыңыз қалай болды? Осымен қалай тоғыстыңыз? Ол енді жаңағыдай мен айттым, адам бірінші өзі бойынан өткізіп, өзі тәжірибе жасаса, соның жаңағыдай нәтижелерін көргеннен кейін басқа жора жолдастарын да ауыл аймақта туған туыстар көрсе деген нәрсе болып тұрады. Енді ана нәрсені кітаптың әсерін көргеннен кейін ойлайтынбыз, осы жаңағыдай досым Мақсатпен кәсіпкер жігіт едік қой, сол кісімен екеуміз әңгімелескен кезде ол да айтатын, негізі кітап оқытсақ ауылға, сен әйтеуір кішкене жобаларын білесің, осы нәрселерді қалай қыламыз деп. Сөйтіп бәрі келген кезде, неғылған кезде отыратынбыз. Оған да айтатын, негізі кітап оқығанның әсері осындай болады, көріп жатсың, мен мынандай болып жатыр, мынандай болып жатыр. Оның да бүкіл ауыл көрсін бұндай нәрсені деп. Жақсылығын. Иә, жақсылығын. Әні міні деп мен оған айтам, осындай құндылықтарды меңгерсе, жаңағыдай вундеркинд дейді ғой, сондай болып шығатын қасиетке ие болады деп. Жаңа өзімнің сыныптасым бар, Серік Дүкенбаев дейтін. Сол сыныптасым айтамын ғой, жаңағы мына жерде бір кітап оқыту мәселесін бір қолға алайықшы. Осылай еліміз дамымай жүре береді. Мысалы басқа елдерге барсаң, барлығы білімнің арқасында ғой негізі. Жетістікке жететініміз білім. Содан кейін кітап оқытайық деді. Сонымен сыныптасым бір күні звондайды, апайымыз звондайды, осы Зілиха дейтін апайым. Мақсат, саған мен таптым жобаны, жаңа бағдарламасын жасап жатқан Гаухар дейтін апайымыз бар, кітаблайық деген, ол кісілерді осыны ұйымдастырып жатыр екен дейді ғой. Қалай оқытамыз, не істейміз? Бізге демеушілік керек дейді. Ойбай, содан кейін демеушілік жасаймыз. Содан Астанадағы ағаларымыз бар, өзім қасымдағы жаңа әріптесім бар. Сол алғашқы нелерді, ақшаларымызды жинап, осы сияқты көп те емес, енді ауыз толтырып айтатын нәрсе емес бұл. Әкелдік, оқыттық, бір 100 баладан бастадық. Арыс қаласы білім бөліміне қарасты Жұмабек Ахметұлы Ташенов атындағы жалпы білім беретін мектебінің біріншіден ағылшын тілі пәнінің мұғалімі және де директордың бейіндік оқыту жұмысы жөніндегі орынбасары Баймаханова Гаухар Берікқызы боламын. Қазіргі таңда осы мектепте қызмет жасап жатқаныма ұстаздық жолында 20 жыл болды. Бұл жоба 2023-2024 оқу жылында ұстаздар мерекесіне орай Арыс қаласы білім бөлімінің ұйымдастыруыменен 10 күндік іс-шара түзілген болатын. Сол іс-шара жоспары негізінде Арыс қаласы білім бөліміне қарасты мектептердің әдістемелік жұмысқа жауапты бейіндік және әдістемелік орынбасарлар арасында 23-24 оқу жылында өзіңіздің мектебіңізде қандай жобаны жүзеге асырасыз? Және де оқушылардың білімге құштарлығын арттыру мақсатында қандай жобаны алып келесіз деген педидеялық байқау өтілген болатын. Біздің ұлағатты ұстаздарын барлығын саралап, ақылдаса отырып, бұл жоба ойдан шығарылды. Жаңа айтып өткенімдей, еш жерден ешқандай бір интернет желісіне болмаса бір кітап
тардан болмаса бір басқа да бір бағыттардан алынған жоба емес, мен өзімнің әріптестерімнің жаңағы ойдан шығарылған жоба болды. Осы Инстаграм желісін көре отырып кітап алайық, ағылшынша кітап алайық деген дүкен бар екен. Сол дүкеннің атауыменен мына әрпін алып тастайық, кітап лайк, яғни кітапқа баланың құштарлығын арттыру, кітапты оқуға жақсы көру деп солай жобаның да атын өзіміз бірлесе отырып қойдық. Қазіргі таңда кітаптар, балалар кітап оқымайды ғой, мүлдем кітап оқуға қызығушылығы жоқ, оларды қалай оқытамыз, сабақта оқымайды деген бір іште ой жүретін. Ең алғашқыда өзімнің кішкентай бір топпен бастаймын ба деген жобалар жүрген кезде, азғантай оқушылармен бастаймын ба деген кезде бізде арнайы бір байқау болды, жобалар байқауы. Сол кезде бір жаңа жоба, білім сапасын арттыруға деген. Сол жобаға тура осыны жасадық. Ай сайын оқушылар бір кітап оқыса деп, барлық оқушыны қамтып. Соған сай біздің демеуші жігіттеріміз де табыла кетті. Сонымен барлығымыз жаңағы бірлесе келе осы жоба дүниеге келді. Алғашқыда жүрексініп шынымен оқушыларды оқыта аламыз ба, оқытамаймыз ба деген қорқынышта болды ғой. Дегенменен барлығы бірлескенде шынымен жақсы нәтиже шығады екен. Мынау 3 жылдан бері біз оқытып келе жатырмыз. Бірінші жылы 3 буынымыз бар. Бастауыштар 3-ші сыныптан 5-ші сыныпқа дейін бір кітап беріледі өзінің жас ерекшелігіне сай. Орта буын 7-ші 8-ші сыныптарға бір кітап беріледі өзінің жас ерекшелігіне сай. Орта буын жоғары сыныптарға тұлғаларды дәріптеу кітаптарын ұсынып жатырмыз. Мына бірінші Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя кітабынан бастадық. Ұшқан ұя деген енді тұнып тұрған тәрбие ғой негізі. Тура сол кітаптардан бастап, одан кейін Бесен және болмыс, Өзбекәлі атамыз туралы, Қаныш туралы, міне бүгін Жұмабек және Жермайдан кітабын оқып жатыр. Оқушылардың жаңағы кімге үлгі тұту керек дегенді сіңіргіміз келеді. Сол кезде бізде бір мақсат болды, жаңағыдай бұны тек қана мектептің көлемінде емес, ауылдың көлемінде жүргізейік. Бүкіл ауыл болып айналысатын іс-шара болсын, игілігін бәрін көретін, жаңағыдай жемісін көретін, бірге көретін. Сонымен тұрды біз онда демеушілер тартайық. Демеушілер тартып, жаңағыдай кітаптарын алып беру мәселесі, енді қазір ең қиын мәселе осы, мысалы үшін қаражат мәселесі. Қаражат мәселесі. Бір класста 30-40 оқушы болатын болса, 30-40 кітап алып беру керек деген сияқты бір топта. Соны қалай шешеміз, одан кейін қалай қызықтырамыз деп ақылдастық. Біреуіміз, жаңағыдай біреу айтып жатыр, кітап берейік, блокнот берейік, анау берейік, мынау берейік деген сияқты. Сонымен қазіргі балдардың талған бөлек, заманы бөлек, қазір тек қана қаржымен қызықтыра аламыз. Қаржы тігейік деді, демеушілер көтеріп, кәдімгідей қызықтырып неғылық деді. Онда солай болсын деді, жаңағыдай әр кезең сайын қаржылар қойып бастады. Бірінші орынға 10.000 теңге, екінші орынға 7.000, үшінші орынға 5.000 теңге деген сияқты. Бір ай оқып бітеді, сосын жаңағыдай кезеңдер тапсырып бітеді. Жоғарғы ұпай жинаған бал өз көрінеді, жаңағыдай эсседен жинаған, ұшқыр ойдан жинаған, тесттен жинаған балдың 3 балы қосылған кезде жоғары шығады, сол бірінші орын, екінші орын, үшінші орын деген сияқты сөйтіп кете береді. Сөйтіп жобаны жүргіземіз да, сонымен гүрілдеп бастайды, жаңағыдай кітаптарын тауып береміз. Енді мен өз жерде қызметін тек қана жаңағыдай негізгі жұмысты мұғалімдер істейді. Мына жақтан кәсіпкер кісілер қаржысын тауып береді. Өз жердегі менің қызметім сол екі жақтың байланыстырушы ретінде жұмыс жасап жүрдім да, соның қызығына кіріп кеттім. Біз өзіміздің де кәсіп бар, жұмысымыз бар, бірақ енді біздің мақсатымыз мынаны бәрі ел көріп игерсе деген мақсат болғаннан кейін жанама ретінде кете береді деген. Сен өзің кәсібіңде дөңгелей береді, жұмысыңда істей береді, мынау ағарту саласында кете береді көзіміз жетті да, содан ары қарап кірістік қой. Сонымен бір жобаны өткіздік, 3 кезең өткеннен кейін 4-ші кезең өткен кезде нәтижелер, қызықты оқиғалар бастала бастады. Өйткені жаңағыдай мысалы басында басталған оқушылармен оның үстіне мынандай болды. Бұл жерде сол демеушілермен, оқытушылармен соның қатарында ата-аналар тарту көздеді. Өйткені біз көбінесе кітапты бере саламыз да, одан кейін ары қарап оны жүйелі түрде қадағаламай дегеніміз да, сол мұғалімдермен ақылдасып отырып, қалай қадағалауға болады дегеніміз, оны былай істеуге болады деді. Енді педагогтар деген идеясы, және фантазиясы
негізі кішкене түртіп аша білсе ол кісілерде тұнып тұр екен. Соны осылай сұраныстар болып түртіп неғаннан кейін оны былай қылуға болады. Біз топ ашайық, оқушыларға бір топ ашайық, одан кейін мұғалімдер, ата-аналарға бір топ ашайық. Сөйтеміз де берілген кітап, мысалы үшін экософия беріледі, Әділ патша беріледі деген сияқты. Сол кітапты айтамыз да, бүгін мынандай кітап берілді. Оны берген кезде де, мысалы үшін кітапты берген кезде біз жай бере салмаймыз. Яғни барып таратып беріп, сіздер таратып бере салыңыздар. Оны аламыз да біз салтанатты түрде демеушілерден алып беріп, демеушілер болса бір-екі демеушілерімізді аламыз, жаңағыдай белсенді әкімшіліктен адам болса әкімшіліктен адамды алып акті залға барлық оқушыны жинаймыз, қатысатын жобаға. Сөйтеміз де кітап туралы шағын түсіндіреміз, оқушылар осы кезеңде осы кітапты оқимыз. Бұл кітаптың мән мағынасы мынандай деп түсіндіріліп бәрі айтылады. Одан кейін ана жерде кәдімгідей оқушыларға, балаларға кәдімгідей бір жауапкершілікті сезіну мақсатында жасалады. Бір жүктеп жатсыздар, міне салтанатты түрде тапсырып. Салтанатты түрде оны жаңағыдай мән-мәнде таратып бере салғаннан гөрі анандай қылып берген әлде қайда балаға жауапкершілікті арқалауына себепкер болады екен. Оқушыда жаңағыдай балаларда сезінеді ананы. Мынандай деңгейде бізге тапсырып жатқаннан кейін бұны міндетті түрде оқу керек деген баланың санасында тұрады. Оны өзіміз де көрдік. Мысалы үшін сен жай таратып бере салып, оқушылар міне осы жаңағыдай өзбек және мәдени майдан деген кітап берілді, оқып шығыңдар деп бере салсаңыз, одан кейін айтылады міндетті түрде. Егер де оқи алмай жатқандар болса, түсіне алмай жатқан болса, кітапты кері қайтарып беріңдер дейді. Басқа кезде жаңағыдай бірінші таратып берген кезде, мысалы үшін біраз кітаптар қайтып келетін болса, ал ана салтанатты түрде беріп, жаңағыдай жауапкершілік, одан кейін тарихи суретке түсіп, бәрі балдар ана кітапты бәрін ұстап тұрады. Сөйтіп түскен кезде, жаңағыдай табыстаған кезде, жаңағыдай балдар кітапты қайтармай оқитынына көзім жетті. Бір миссия арқалап жатқандай болатын болып тұр балдар. Онда мынаның да бір жаңағыдай өзінің атқаратын жұмыс бар екен деді. Оны кәдімгідей барлық жерге осындай салтанатты тапсыруды тапсырып бастадық. Келеді бірінші кезеңде салтанатты түрде тапсырып, суретке түсіп, жаңағыдай енді демеуші ағаларымызға да жаңағыдай бұл мен бір ұран емес, не емес, әйтеуір бір-бірімізге шабыт болу мақсатында жаңағыдай демеуші ағаларымызға рахмет деп, жаңағыдай оқушылар шынайы рахметін білдіріп, енді өйткені ана кітап ең құнды, қымбат нәрсе ғой. Сонда да әрқайсысының өзінің жасап жатқан жұмыстарын жаңағыдай бағалау мақсатында осындай нәрселерді ұйымдастырған кезде бір әсер қалыптасады ана жерде. Сөйтіп соны ары қарап алып кетуіне де қатты ықпал болады. Содан сол осы салтанатты істегелі бері балдар жаңағыдай жауапкершілік сезінетін болды, кітап қайтармай оқитын болды. Сәке, осы жерде мен бір үш не көріп тұрмын да, бұл жерде оқушылар отырды, демеушілер, ата-аналар, мұғалімдер де үш байланыс. Осы үшеуінің рөлін, осы маңыздылығын рөлден ашып айта кетіңізші. Қандай атқарған? Ғана мұғалім ата-ана не үшін ата-ананың да рөлі болып тұр бұл жерде мықты. Жаңағыдай ұстаздар айтты ғой, 2 группа ашамыз деп. Соны ана мәдени майдан берілді деп жаңағыдай тарап берген екен, салтанатты ештен кейін. Сосын группаларға тасталады оқушыларға, одан кейін ата-аналарға айтылады. Ата-аналар бүгін осындай кітап берілді, соны сіздер үйде жаңағыдай кешкі мезгілде жұмыстан тыс бір 10 минут, 5 минут уақыттарыңыз бөліп, жаңағыдай ұлым балдарға бүгін қандай кітап берілді, кітап лайыққа, қызым қандай кітап берілді, тақырып қандай екен, не кітап екен, қанша бет оқыдың, маған түсінігіңді айтып берші деп сұрап отырыңыздар деп ата-аналардың чаттарына тастап отырады жетекшілер. Үнемі жетекшілер қадағалайды да соны. Жетекшілер қадағалап, жаңағыдай жетекші дегеніміз мұғалімдер ғой. Мұғалімдер ғой, сол нені жүргізетін, жаңағыдай әр топты жүргізетін. Айдың бір күнінде кітапты тарқатамыз. Бір ай оларменен кітап оқиды оқушылар. Өзіміздің чатымыз бар. Түсінбеген жерлерін сұрап тұрады. Болмаса мен сұрақ тастап тұрамыз. 3 жетекшіміз бар, 3 топқа. Мен жоғары топтың жетекшісімін. Түсінбеген жерлерін сұрап тұрады, немесе біз өзіміз оларды жаңағы оқымай қоймау үшін сұрақ тастап тұрамыз. Содан кейін бір айдан кейін бұның нәтижесі қорытындыланады. Алдымен тест алынады, барлығын оқығанын білу үшін байқау мақсатында
бастауыштарға 15 сұрақ, орта буынға 20, жоғары сыныптарға 30 сұрақтан тұратын тест алынады. Одан кейін екі бағытта эссе бағытында эссе жазатындар, ұшқыр ой бағытында ауызша сөйлейтіндер тағы байқайды. Арнайы әділқазыларды көрші аудандардың мектептеріне шақырдық, себебі әділетсіздік болды деп жүрмеу үшін бұл жерде енді ақшалай сыйлық болады ғой. Әділқазы басқа ауданнан басқа ауылдан, көрші ауылдан, басқа мектептерден шақырдық, ата-аналардан шақырдық, өздеріңіз көріңіздер, куәсі болыңыздар деп. Бір қуанғанымыз, ата-аналар да алғашқы кезде көп кітап сатып алуға онша қолдау көрсетпейтін еді. Кейін өздері сатып алатын болды да, қандай кітап аламыз бұл жолы деп өздері талпынып сұрайтын болды. Бірінші ұшқыр ой алаңы. Яғни оқушылар біздің мектебімізде бұл жобада қалай кітап, қайдан оқиды, қалай оқиды. Яғни бұл бір оқушы бір айда бір кітап оқиды. Ол кітаптарды таңдау барысында, жаңа айтып жатырмын ғой, осы кітап лайк жобасына демеушілік жасаған, осы дермене елді мекенінен шыққан тума азаматтар және де осы мектебіміздің түлектері бізді өте қатты қолдады, бізді қарыштады, қанжылады. Бізге осы жобаны 5 жылға дейін, мотивация бер, 5 жылға дейін жұмыс жасасаңыздар, сіздерге Алла күш қуат берсін деп бізге кәдімгі мотивация, үлкен мотивация берді деп демеушілерімізді айтсақ болады. Сонымен бірге ата-аналарымызды айтсақ болады. Ата-аналармен, демеушілермен, жетекшілермен бірге отырып, оқушылардың қандай кітап оқитынын да өзіміз таңдаймыз. Яғни бір оқушымыз бір айда бір кітап оқиды. Бағыттарына тоқталатын болсақ, бірінші сол оқыған кітап бойынша ауызша, яғни ұшқыр ой алаңында ауызша сұраққа жауап береді. Білім сапасын арттыратын түрлі олимпиада, байқаулар көп келеді. Ол тікелей басқармадан, болмаса өзіміздің ауданымыз ұйымдастырған байқау сайыстар көп. Сол жерде біз жүлделі орындар ала алмаймыз. Сондықтан біз бұл жобаның бізге берері өте көп болды. Баланың қолжазбасын, яғни каллиграфиясын жақсарту мақсатында эссе бағытын таңдадық. Сол оқыған кітабынан эссе, шағын әңгіме, сыни шолу, әңгімелер жазуға дағдыландыру, жазылым дағдысын қалыптастыру негізгі мақсатымыз. Ал үшінші, қазіргі таңда мектепте сурет өнері өте жоқтың қасы, себебі анау бейнелеу өнері тек қана бастауышта болады ғой. Негізі баланың қырын ашу үшін балаларды зерттей келе суретті жақсы салатын оқушыларымыздың барын білдік. Сол кітап, оқыған кітабының желісі бойынша бала сурет салып, сол суретті қорғайды. Үшінші бағытымыз осы. Біріншісі ұшқыр ой. Ұшқыр ой, екіншісі эссе, үшіншісі сурет салу, қылқалам. Бір күн мынандай қызық болған ғой, сөйтіп айтып отқан кезде баласымен өзін сұрап отырып, бір кісі, үлкен кісі жұмысынан шаршап келеді, үйде жеңгеміз айтады да, баладан сұрап қойшы, апайлар қайта айтып жатыр ол кітап. Сонымен ана кісі барады да сұрайды. Сонымен ақыры енді өзі қызық кіріп кетеді ғой. Бір күн ана не кетті, оқушы кетті. Осындай болды, мен ата-анам кітабын сұрап алып қойды, тағы да кітаптар бересіз бе. Тура сондай жағдай тағы да бір үлкен қария да болды. Ол кісі де осы ауыл ақсақалын неғылған, басқарған үлкен беделді кісі, оқыған, неғылған үлкен әулеттің кісі. Ол кісі де сондай болды. Немерелерін оқытып атып, сұрап атып. Өзі қызық кетіп, кітапты алып алған дейсің. Ата-аналар жұмыста бұл кісі немересінен сұрап отырады да, мына деген керемет кітап қой, маған беретін, мен оқып алайын, одан кейін оқисың. Ол кітаплар жайнаған, сосын тағы да қосымша кітап бердір. Сондай, бұл жерде ата-аналар да қосылып кетеді. Процесске кіріп кетті олар да. Процесске кіріп кетеді. Мына жақтан оқушылардың несінен, бұл жақта мұғалімдер, жетекшілер кәдімгі сұрақтар қойып отырады, талқылау сұрақтарын қойып отырады. 15-20 бетінде ғаннан кейін оқиғалардың мәнін ашу, ары қарап кітапқа тереңдеу, автордың не айтқысы келгенін, ол заманда қандай оқиғалар болды, не болды деген сияқты сондай терең қою сұрақтарды қойып, ана баланы дамытып, не отырды. Осы екі топпен ұстап отырды. Оны кітап бергеннен кейін де, оны беріп болды, бір айдан кейін аламыз деген не жоқ. Осылай қадағалауда, үнемі жетектеуде, талқылап отырумен сондай не отырады. Мына жақтан ата-аналарға үнемі айтып отырады, сұрап отырыңыздар деп.
сөйтіп бұған оқушылар да ата аналар да жаңағыдай жетекшілер де қатысты не отырады. енді мынау үш таған деп айта аламын. Педагогикада сондай не бар екен негізі. Үш таған не? Үш таған неған кезде, қосылған кезде бір нәтиже болады деген нені біз сол жерден көрдік та. Онда мынау нәтиже береді екен деп, соны ары қарап қатты қолға алдық. Соның нәтижесінде, мысалы үшін өткенде де айтып еттік, экософиямды кітапты оқыған кезде сондай қызық жағдай болды. Жаңағыдай бізде көрдіңіздер ме, жаңағы волейбол дамыған деп. Ауылда, сөйдеп естідік. Волейбол қатты дамыған. Сол волейболдың арқасында жаңағыдай ауылымызда бірнеше жігіттер органдерде жұмыс істеп жатыр қазір. Жаңағыдай сондай бізде волейбол ойнаса болды, әйтеуір өлмейді деген сондай түсінік бар енді бір шет. Сол түсінікте өсіп келе жатқан бала болды. 3-ші класстан бастап оқыды. Сол бастаған кезде негізі бұзық болғанда ана энергиясы көп бала ғой енді. Энергиясы тасып тұрады, қыздарға түртіп кетеді, ананы үйтіп кетеді, мынаны үйтіп кетеді деген сияқты жаңағыдай. Қожаның бір түрі. Кәдімгі қожа. Қожаның сол Тәшен мектебінің қожасы. Сол балаға мен Әділғазы ретінде ата-аналар, одан кейін бізде біріне жаңағыдай кезеңдер өткен кезде ол мұғалімдер мүлдем неғылмайды, алынбайды. Өйткені бір кісінің баласы болуы мүмкін, жетекші оқушысы болуы мүмкін, сабақ пән беруі мүмкін, көршілер болу деген сияқты сондай нелердің алдын алу мақсатында көрші ауылдан алдыртамыз. Әділғазыларды ма? Әділғазыларды. Осы жерде де мән беріп, жаңағыдай неғылатын, жасалатын жұмыстың бір несі. Яғни қорытындылайтын кезде басқа ауылдың мұғалімдерін Әділғазыға сайлайсыздар. Көрші ауылда, мысалы 6 километр, 7 километр жақын өз аймақ болып бөлінеді мектептерде. Әділ өту үшін. Әділ өту үшін. Мысалы үшін бізде Ағдал ауылынан аламыз, одан кейін Арыс жақын, Арыстың мұғалімдерін алып, сөйтіп неғып отырамыз. Одан кейін оның ішіне ата-аналар міндетті түрде, өйткені ана балаға беріп қойды, мына балаға беріп қойды деген әңгіме болмас үшін сол ата-аналардың өзін отырғызуға тырысамыз. Мен сол кезде мұғалімдер комитетінің төрағасы болып отырдым да, мен қойды, мен бастауыштарға, өйткені жоғарғы сыныптарда менің қыздарым болғаннан кейін, ол классқа менің қызым жоқ топқа түстім да, сол бастауыш классқа түстім. Сол бастауыш класста өзім көріп, жаңағыдай оқиғаны қатты әсер алғаным, сол баланың Али Ахметтің оқиғасы болды. Қожа. Ол келеді, сабақ бітіреді, неге кетіп қалады, спорт сала мектептің. Азынан кешке дейін волейбол ойнайды, не қылады, әйтпесе ол жаңағыдай үлкен әулеттің баласы, апасының өзі мұғалім болған, әке-шешесі жаңағыдай сол мектепте жұмыс істейді деген сияқты сондай не. Бірақ жаңағыдай тәрбиесі жаңағыдай қожа. Сонымен оны мен бірақ білмеймін ондай нелерін. Біз сырттан барамыз, қараймыз, жаңағыдай көрші ауылдық бар, одан кейін бір-екі белсенділер бар, отырамыз, ана тапсырған кезде жаңағыдай тарсыда тестіде жоғары балл жинап тастаған. Дана балы ма? Али Ахмет. Иә, одан кейін нені жазған кезде де өте жақсы жазған. Одан кейін жаңағыдай ұшқырой дейді, түсінік айту кезде ана бала автомат сияқты тоқтамайды, та-та-та-та, ананы қоямыз, мынаны қоямыз, ана бала уже кітапқа кіріп алған қызы. Соны сен жаңағыдай не қызықтырды десек, сол жаңағыдай экософия жаңағыдай киелі табиғаттың ішіндегі жаңағыдай адыраспан оқиғасы, жаңағыдай аққудың оқиғасы, сондай жанашырлық танытатын нелер қатты әсер еткен болу керек. Солар қатты ұнатты маған осы кітап. Ұнады деп жаңағыдай неғып жатыр, соны ана айту кезінде тоқтамайды. Сонымен жарайды, қорытынды болды, ұпайлар шығарылып жатыр, жаңағыдай мына кезеңнен кім жоғары жинады, мына кезеңнен кім жоғары жинады деген сияқты. Сөйтіп неғыламыз, жаңағыдай оқушының мектептің қожасы ең жоғары балл тұр. Сонымен жаңағыдай енді мұғалімдер шыр-пыр болады. Бұл балаға енді орынды алып тұр бала. Көріп тұрмыз. Бірақ бұл үздік оқушы емес. Үздік оқушы емес. Жаңағыдай 5-пен оқитын қыздар орынға іліге алмай қалып отыр. Соны ана айлар шырқы неге деп сұрасақ, ол баланың жаңағыдай тәрбиесі жаңағыдай тыныштық бермейді, ұрады, соғады, жаңағыдай мектепте сыймайды, сондай жаңағыдай. Сосын біз айтамыз, жоқ, біз ол
тәрбиесінде жаңағыдай аш етіндегі нәрсесін білмеймін, біз нақты мына кітапты қалай оқыды, қаншалықты меңгерді, жаңағыдай тесттен қанша жинады, жазуы қалай болды, айтуы қалай болды, сол бойынша беріп тұрмыз деп. Біздің балалар спортқа бейім, өте жақсы, сол жағынан дамыған. Бірақ жаңағы балалар қазір ойланудан қалып баратыр ғой. Телефон бұларда, иә. Күндіз түні үйде ата-ана ол телефоннан ажырата алмай қалды ғой. Сол телефоннан ажырату үшін не істеуіміз керек деген ой болды да. Соныменен осы кітап оқыса ойлана бастайды. Соны жаңа қорытады. Сол кейіпкерлерге ұқсағысы келеді деген ойменен кітап оқыса деп осы ұсынысты қолға алдық. Жалпы кітаптың берері өте көп қой. Мысалы, кітап адамның мәдениетін көтереді. Кітап арқылы тарихымызды білеміз. Осы тарихты, салт дәстүрді үнемі біз оқушыларға айтып отырамын. Мына кітап оқығанда сендер тек ақша үшін емес, сендер болашақта ертең біздің бірнеше жылдан кейін осының жемісін бересіңдер, Құдай қаласа депті. Біздің Қазақстанның іргесін қалап ең жоғары деңгейге жеткізетін сендерсіңдер деп. Алғашқы кезде жаңағы менің қатты қуанғаным, мына үздік оқушылар онсыз да оқиды ғой. Бізде үздік кубок иегерлері бар, олар үнемі бірінші орын, екінші орын алып алады, олар мықты. Бірақ менің қуанғаным, кітап оқымайтын, мүлдем сабақ оқымайтын, 3-ке оқитын оқушылар кітап оқыған кезде, олар сөйлеп соны айтқан кезде біз қатты қуандық. Жаңағы біздің ең үлкен жеңісіміз сол деп мен айтамын да, мына үздіктер онсыз да оқиды ғой оны. Мынау барлық деңгейдегі оқушылар осы кітапты оқыған біз үшін үлкен қуаныш болды. Бұл жерде біз әйтеуір осы ауылдан бір 5 бала шықса, Құдай қаласа, жаман болмайды. Әрқайсымыздың, жаңа айттым ғой, тағы да бір осы бір Қазақстан бойынша бұл агар осы қолданып кетсе, әрбіріміздің ауылымыз бар, әрбіріміздің Құдайға шүкір кәсіпкері бар ол ауылдардың. Бұны қолдаса, әр ауылдан, әр қазақтың даласының бұрышынан осындай нәрселер болса, жақсы нәрсе деп ойлаймын да өзіме. Білімді болады, ертең кәсіпкер болады, ертең әйтеуір қызметке отырады. Ол айына бір кітап бітірген бала 9 айда 9 кітап оқыса, ол 10 жылда 90 кітап. Біз 3-ші класстан бастап алып жатырық. 3-ші класстан бастап аламыз. Мысалы, қанша бір жылына бір 9 кітаптан алғанда бір 10 жыл оқыса 90 кітап. Ағай деп амандасады, көке дейді. Мысалы, жаңа бір бала бар, көке деп амандасады. Өзім қуанам. Оның көке деген сөзінің өзінде де бір мән бар, тәрбие бар. Ризашылығын білдіріп жатты дейсіз ғой, да? Сол рахмет. Яғни бір былтыр бітіріп кетті бір бала. Ол 11-ші класты бітіріп былтыр кетті. Сол бала айтады ғой, 2025-те оқыған айтады, мен өмірімде дейді, бірінші мәрте кітап оқып тұрмын дейді. Сабақтан бөлек та, мен бірінші мәрте кітап оқып тұрмын дейді. Сөйтіп айтып, өзінің бір ризашылығын білдіріп, ол бала грантқа түсіп кетті. Енді сол 4-ші кезеңдерге барған кезде жаңағыдай Али Ахмет сияқты бермейтін лидерлер болады ғой. Ол лидерлерге де біз әдіс қолданып көрдік. Андай 4-ші, 5-ші орында неғандарды алдына шығарамыз ба деп аналарға сұрақтарды күрделендіріп қойып, сондай қыспақтап, неғсақтап бәрібір шығып кетіп отырды алдына. Сосын ұстаздар да айтты мұғалімдер, негізі біздің балдар ақшаға құнығып бара жатқан сияқты, ойлағандардың бәрі ақша болып кетті ау дейміз деп уайымдады ол кісілер. Сонымен не істейміз дедік. Бір басқа сыйлықтың басқа түрін табайық, ақша бермейік, бәрін қуантатын бір нәрсе істейікші. Не істейік, андай-мындай ойлап келіп, ең соңында қатысып отқан 100 бала бар, 80 бала ма, барлығын қалаға апарып кино көрсетейік, болмаса кинотеатрға қыдыртайық, тарихи жерлерге апарып көрсетейік. Сондай жақсы ой екен деп не қылдық та, бірақ оқушылардан сұрайық, ертеңгі күн ақша бермейміз болды деп айтсақ, олар кітап оқымай қойса, жобаның бәрі бекер қалады. Онында оқушылардың бәрін жинайық, акт залға сөйтіп сұрайық оқушылардың. Оны демеуші жігіттерге айтайық, ойбай, оны не өзгертесіздер, ол ақшада тұрған не бар, ала берсін. Ең басты нәтиже болып жатыр, бере берейік деп ол кісілер не қылып жатыр. Сонымен енді қызық, оқушылар жинадық бәрін акт залға. Сөйттік та сұрадық, оқушылар енді кезеңнен бастап ақша берілмейді. Кітап оқи бересіңдер ма деп, ана жерден оқушылар артып. Жоқ, біз ақша үшін оқып жатқан жоқпыз. Кітап оқыған бізге ұнайды. Кітап лайк жобасы. Кітаптың мәні ашқан ғой. Иә. Кітап лайк жобасы бізді кәдімгі құштар қылып, жаңағыдай сондай қызығушылығымызды оятып жатыр деп
аналар айтқан екен. Өзіміз кәдімгі ол нені күтіп едік. Қуанып кеттік аналар сөйтіп айтқанда, сөйтіп демеушілерге нелерге айтып едік. Болды онда жаңағыдай саяхатын ұйымдастырып береміз деді да, сол саяхат содан шықты, саяхат ұйымдастырып. Бірақ недегі кезеңдерде қорытынды финалда берілетін қаржыдан ана саяхатқа шығу 2 есе 3 есе көбейіп кетті. Өйткені оның жаңағыдай 2 автобус 3 автобусты 100 километр жерге жалдайсың, оны алып келесің, ол жаққа барған кезде кинотеатрдың билеттері бар, ішіп жейтін бір афере тамақтары бар деген сияқты, сөйтіп ол 3 еселеніп кетті. Бірақ сонда да демеушілер кісілер ананың әсерін көріп алды да, болды онда давай жасайық деді да, соны жасады. Оның барлығын апарып келген кезде мүлдем басқаша болды. Мияқтайын ана оқушылар көріп алды ғой, қатыспай жүрген. Олар жапа тармай қойды. Әр кезең сайын тек оқысы қатыссақ тек қыдырады екенбіз деп ойлағанмын. Саяхатқа баратын болсақ, біз де оқимыз деп, сол күрт 120-ға ма бірден шығып кетті. 80 оқушыдан сонда бірден көбейіп кетті. Енді бұл да бір жаңағыдай балаға шабыт беріп, ана қызықты тартудың жолы болды да. Сонымен жарайды, ішінде әйтеуір кітап оқиын деген ниет болса болды, жүре берсін, бәрін саяхатқа апарамыз деп. Сөйтіп саяхатқа апарып, сол несі де шешімде жақсы нәтиже берді. Одан кейін Түркістанға жаңағыдай тарихи жерлерге, тарихи орындарға, кесенелерге зиярат жасау мақсатында, көрсету мақсатында апардық. Ол кезде де балалар қатты әсерленді. Енді оқушылармен бірге жаңағыдай комьюнити дейді ғой, араласып, құрласып, барып қайтудың өзі үлкен бақыты. Мысалы үшін енді ауыл бізде экономикалық жағынан өте қазір әлсіреп, енді көтеріліп келе жатқан ауыл, сол Москваның безінде қарап тұрды да, тәуелсіздік алғаннан кейін бәрі тарап неғып кеткен, содан енді несін жиып жатыр дейсіз. жиып жатқан ауыл болғаннан кейін де сондай жаңағыдай орындарға, кинотеатрларға, жаңағыдай нелерге бармаған оқушылар да бар екен арасында. Соны көріп біз де өзімізге хат не алдық та, мына бір үлкен не болыпты деді. Мысалы үшін біздің кезімізде де ондай нәрселер болған жоқ қой. Ондай шығып не алатын естен соны, мыналар осыны кейін айтып өздеріне де шабыт болады екен деп. Демеушілер сөйтіп не алды, қатты қуанды да. Мына қарап отырсаң енді әр істің оңай болмайды ғой, бастама бастағасын. Ауыл болса аласы да бар, құласы да бар, әртүрлі қиындықтар да болды ғой. Бәрі күшті болған жоқ қой бірден. Қандай қиындықтар болды? Қандай қиындықтарға кезіктіңіздер осы кезде? Ол міндетті түрде болады ғой, күрес, майдан деген нәрсе. Нені сол осы жобаны бастаған кезде сол мектептің өзінің мұғалімдерінің арасынан да сондай не болды. Өйткені бұл қарсылық болды ма? Бірінші түсініп, жаңағыдай кітап басылмай кітап оқи беретін болса, көп уақыт алып қояды, одан қайта УВД-ға дайындалмай ма, одан қайта математика курстарға не алмай ма, жаңағыдай курстарға бармай ма деген сияқты сондай ойлар туындады да. Сондай нелер де болды, түсініктер болды. Көп уақыттар бана кітап оқып кетіп қалды, негізгі сабақтар қалып қоя ма деп ойлайды ғой. Қалып қоя ма деп ойлап, сондай нелер болды, ойлар болды. Бірақ жаңағыдай бір жыл өткеннен кейін сол мұғалімдердің өздері жаңағыдай айтты. Біз жаңағыдай кітап қатысып оқып жүрген оқушы мен қатыспайтын оқушының жаңағыдай деңгейлері аспан мен жерде екенін көрдік. Кітап лайктың пайдасы зор екенін. Өйткені үнемі кітап оқи бергеннен кейін ырықсыз эффекті дейді, бәріне әсер етіп, кітаптың басқа пәндерді игеруіне жеңіл болды да? Жеңіл болады, әсер жақсы болды. Соны көріп, ол кісілер осы кітап лайк жобасын ары қарай тоқтатпай үнемі дамытып отыра беру керек деген неден пікірлерін айтты. Бұл нәрсеге кедергі көп. Енді бәріміз бес саусақ бірдей емес қой. Біреу айтады, бұл жоба жүрмейді дейді. Бұл не қыласың, кітапта ауыр, басыңда ауыр, басқа істейтін тірлігің жоқ ма деген өзімнің өте жақын кісілерімді айтқан енді. Оны да мына не қыласың бұл? Сен басқа жұмысың жоқ па істейтін? Астанаңда өзің кәсібіңді істеп, не шаруаң бар дейді ғой. Не шаруаң бар дейді. Дұрыс. Бұл олай қарауға болмайды деп ойлаймын, өйткені ол біздің міндетіміз. Міндет емес, парызымыз деп айтсам артық емес шығар. Әйтеуір біздің мұғалімдер тарапқа қиындық емес екен деп, осы жерде оқу завушы болғаннан кейін, оқу жұмыс жөніндегі орынбасар болғаннан кейін,
әйтеуір мұғалімдердің жағын ашиды да енді. Қосымша күш болып кете ма деп ойладыңыз ба? Кітап лайкпен айналысып, мына өз Иә. негізгі жұмыстары қалып қояды деп ойлаған екенсіз. Ал кейіннен енді осы былтырдан биыл салыстырғанда білім сапамыз өсті. Енді біздің балдарымыз негізі волейболға да жақсы. Сол жағынан да кетіп қала ма, біз оқу жағына тартайық деп, бірақ жаман емес. Былтыр балдарымыз республикаға барып, екінші орын алды ұлттық лигадан. Спорт жағынан да, білім сапасы жағынан да былтыр көтерілдік. Осы Арыс ауданы бойынша оқушымыз 137 балл жинады ұбт-дан. Осы төңіректе ең жоғары жинаған біз болдық. Бізде де осы бір жақсы нәтиже берген жағы ата-аналармен байланысымыз күшейді. Осы әшейінде мысалы мектепке жиналысқа шақырамаймыз ғой, ата-аналар келмейді, жұмыстамыз дейді, басқа дейді. Ал мына кітап лайк жобасы барысында ата-аналар өздігінен қызығушылық танытып, жаңағы үнемі байланыста болады ғой бізбен. Баласының кітап оқып жатқанын айтып жатыр, немесе сұрақ қояды, немесе қосылып оқитын ата-аналар бар. Алғашқы кезде жаңағы кітап оқу қиын болса қосылып оқиды екен. Сұрақ қояды екен. Ата-аналарымыз да кітап оқуға кірісіп кетті десек болады осының арқасында. Жалпы бастағанда сіздер мысалы балаларды қалай жинадыңыздар? Ата-аналар арқылы ма, әлде қалай мысалы басында ал біз кітап оқитын мынандай жоба жасайын деп жатырмық, сен қатысасың ба деп сауалнама жүргіздіңіздер? Қалай жинап алдыңыздар аудиторияны? Аудиторияны оны сол мұғалімдер тарапынан бірақ ол бұйрық түрінде емес, былай просто жай. Бұйрық түрінде емес, өз еріктерімен келіп, жаңағыдай осындай жоба жүреді бізде, қатыссаңдар осындай сыйлықтар тағайындалады, жаңағыдай осындай нәрселер болады деген сияқты айтылды. Бәрі жаңағыдай еріктілер жаңағыдай шықты. Одан кейін саяхаттар қосылған екен, одан сайын шықты. Ана ақшаны неғған кезде, қойған кезде, одан кейін ол ақшада бір бас шарт емес деп ойлаймын. Өйткені ана баланың бір-бірімен бізде бар ғой бәрібір жарысу несі. Сондай кезде мүлдем бәсекелестік неғған кезде вообще қарқындап шабыттап кетеді екен. Ананың айтып жатқанын көрсең, бір-бірін тоқтатып қойып, жаңағыдай өзінің денесіне шығып кетіп, жаңағыдай таласып айтып, кішкене бір деталь қалып кетсе де, мына жерін тастап кетті деп, сондай әсер көрген кезде ол мына жақтағы балдар да соған тартылады деп ойлаймын. Сөйтіп, жаңағыдай бұл жобаның оқырмандарын көбейіп кетуі де, жақсы жүріп кетуі де содан болды. Сәке, мына қарап отырсам, сіз осыған бар уақытыңызды, энергияңызды жұмсап жүрсіз. Осы басасында 3 жыл 23-те басталды ғой да, шамамен бір 3 жылдай болды. Бұл жерде бана айтқандай, тек қана ақылмен емес қой, мысалы, бір өзгеріс енгізейік, бір оқу мәдениетін қалыптастырайық деген сияқты ойлар бар ғой, бірақ сіздерде көрініп тұр жүрекпен жасап жатқандарыңызды, осы іске кірісіп жатқандарыңызды. Сіз іштей осы не түрткі болды сізге? Осы жүруіңізге қандай бір осы неге керек осы? Ал сізге айтыңызшы. Мысалға бар ғой адамдар. Маған не керек? Мен сол пайдамды тауып жүрмеймін ба осы? Не керек маған осы дейтіндер де бар ғой. Ал сіз осы қалмай сізді бір нәрсе итермелеп түрткілеп жүр ғой енді осы айналысуға. Не ол сол? Иә, мен бұл кейбір кезде өзінде ойлап қаламын деймін ғой осыны. Кейбір жобаны түсінбейтін, осы саланы мүлдем ағарту саласын түсінбейтін, жаңағыдай таза бизнес көзқараспен қарайтын жолдас жігіттерде, достарда ғой. Өзі саған осы ақша төлемей ме осыған деп, пайдасы бар ма деген сияқты. Өзі деймін, жоқ, ондай ешқандай пайдасы, жаңағыдай несі, ақша төлеп не қылмайды. Просто біздің келешегіміз үшін, болашағымыз үшін. Мен істемесем, сен істемесең осыны, басқа істемесе, онда кім істейді? Яғни мен түсінсем, кітапты демеушілер таңдап бермейді, мұғалімдер, ата-аналар бірігіп таңдап аласыздар да, қандай кітап оқу керек екенін. Қандай кітап оқуын бірігіп қоямыз. Бірақ бізде сол анау кері байланыс ретінде қандай кітаптар оқылып жатыр, біз сол сұранысты беріп отырайық деген мақсатта осы нәрсені ендіріп отырдық. Өйткені мен шынымды айтсам, өзім, одан кейін қазір қоғамда да сондай пікір бар ғой, жастар мысалы үшін кітап оқымайды, қазіргілер смартфонға жұтылып кетті. Смартфонға жұтылып болды, бұны шығара алмайсың. Болса сол смартфонды дұрыстап пайдалану керек та, солай кете беру керек деген сияқты пікірлер бар екен. Бар ғой. Бірақ мен осы нәрсені жүргізген кезде ойым 180% өзгерді. Неге? Өйткені
біз олар кітап оқымайды емес, біз дұрыс кітапты ұсынбайды екенбіз. Енді классикалық кітаптар нелер жақсы, өзінің көркемдік жағынан несі жағынан жақсы, бірақ қазіргі буынның қалай талабы басқа ма? Талап, мысалы үшін қазір технология дамып жатыр ғой, тура сол сияқты балдардың да сана сезімі солай өзгеріп отырады ғой, сол сияқты кітаптарын да оқу тілі, өйткені архаизм сөздер болады ішінде, мысалы үшін совет өкіметіне қатысты сөздер болады, КПСС, СССР деген сияқты түсініксіз сөздер болады. Сол балдарға қатты әсер етеді. Өйткені сол кері байланыстың арасында кітап не үшін ұнамады деген кезде, ол кітапта мынандай нәрселер бар, біз мүлдем түсінген жоқпыз дейді. Ал отбасы хрестоматиясының несінде бірнеше нелермен қазіргі заманауи өңделіп, қазіргі жаңа неде форматта беріп отырады баланың несінде түсінігіне көңіліне дөп келіп жатыр дейсіз ғой, сол кітаптар. Сол кісілермен тәжірибе алмасып, одан кейін сол ол кісілер мүлдем жаңағыдай осы құндылықтармен қатар тұлғаларды тану, тұлғалар сериясы бойынша жаңағыдай өзбек әл мәдени майдан, бейсенжан болмыс, қаныш және ғылыми майдан деген кітаптар арқылы тұлғалардың бойынан өткізген күрескерлік, жаңағыдай қайтпас қайсарлық, қайсар рух дейді, сондай нәрсенің бәрін бойына сіңірген кезде тұлға ешқандай күйзеліске де жаңағыдай мойымайды, басқа қиындыққа мойымайтын болады. Мысалы қатысып жатыр да адамдар, мысалы демеушілер бар, нелер бар, бәріңіз қатысып жатсыз. Енді ауыл бар, бір белгілі бір өзгерістер байқайсыз ба? Мен оқушыларда айтып жатсыз да, қандай бір оқушыларда да бір өзгерістер бар, мектепте де өзгерістер бар да, жоқ қандай өзгерістер байқалады осы жобада? Жалпы ауылдан сол жобаны бастаған кезде, мысалы осы нәрселер енді бір оқушылар емес, барлық ауылдар білсе, ауылдар осының игілігін көрсе деп мақсат қойғаннан кейін, ауылдың жігіттері уже бас бірігіп, арзан жаңағыдай әңгімелерге бас қосу емес, тек қана осы ауылдың мүддесі үшін осыны өркендету жолында сөйлескеннен кейін жан-жақты ауқымдалып кете береді екен. Мен осындай бір ненің ішінде осындай бір егістің ішінде болғанына өзім қуанамын. Біздің де басқа әртүрлі топтармен достарымыз бар ғой енді. Біреу жақсы жолда, біреу жаман жолда, біреу орта жолда, біреу қызметте деген сияқты бар ғой. Бірақ өзім қуанамын осы ауылыма кішкентай болса да бұл жүзеге асып жатқанына. Биыл негізі біз алдыңғы жылы білім сапамыз төмен түсіп кеткен, 48% болған, биыл 57-ге көтерілдік, 9% көтерілді. Сол жағынан мен пайда берді деп, енді соңғы уақытта мен де қолдап жатырмын. Тура сол кезде мемлекет тарапынан ауыл әкімін сайлау халықтың өзіне еркіне берді. Сол мүмкіндікті біз де пайдаланайық дедік, онда да ортамыздан жаңағыдай адамдар шығарып, бір жігітті шығарып, әкім қылып сайлап, ауылымыз көркейтуге әрекет жасайық. Сонда бір жігітті таңдадық та, сен боласың, ол жігіт, бірақ мысалы үшін оның өзінің кәсібі бар, өзінің шаруашылықтары бар. Ол айтты, мен әкімдіктен мұқтаж емес дейсіз ғой. Менің жұмысым мысалы үшін басымнан асады, өзім не керек бар деген сияқты нәрсені айтты. Сосын айтты, сол жерде тұр, ол сен өзің жеке басың емес, ауылдың мүддесі үшін осылай бізге керек болып тұр, сайланасың. Болды, онда маған уақыт беріңдер, үйдегілер, жаңа ақсақалмен ақылдасып көрейін, үйдегілерден баталайын деп. Соны ешкімге жауап берді, болды, сен сон ауылдың жастары бар, еңкейген шалдан еңбектеген балаға дер бәрі қолдап, сол сайлау несін жеңіп алып, белгілі бір деңгейде ұйымшылдықтарыңыз артты дейсіз ғой, ауылда осындай бір жобалардан көрініп жатыр. Балаларда қандай нәтижелер бар? Бана шет жағасын айтты, ОБТ-дан жақсы балдар алды деп. Сіз өзіңіздің қызыңызды айтып жатсыз. Ол нәтижесі осы биыл байқалды. Үшінші жыл жүргеннің өзінде біз негізі бұны бір 4-5 жылға ойлағанбыз, сонда береді ау деп. Оны уже 3 жылдың ішінде көрсетті. Өйткені сол 9-8 класстан бастап басталған оқушылар, кітап-лайкқа қатысып келе жатқан оқушылар 11 классқа барған кезде олар кәдімгідей ана кітаптың ішінде жүргеннен кейін уже қалыптасып, ана пәндерді қалай оқу керек, ана кітаптың әсері жан-жақты болғаннан кейін
сол биылғы тапсырған 13 оқушы УБД-ға кіріп шыққан, соның 12-сі мемлекеттік грантқа. 13 баладан 12-сі мемлекеттік грант иеленді. 12-сі мемлекеттік грантқа иеленген. Бір бала ғана военный неге тапсырған, оның өз жандегідей не. Ал Бұл балдар кітап-лайыққа қатысқан балдар. Иә, бәрі кітап-лайықтың оқырмандары сол мемлекеттік грантқа түседі. Одан бұрын ең қызық несі, осы Арыс ауданы бойынша ең жоғары көрсеткіште бал жинаған, 137 бал жинаған, осы кітап-лайықтың ең үздік оқушы алды. 137 бал. Керемет. Ал оны, мысалы үшін, арнайы бір кішкентай кезден школаға беріп, оны дайындап неған жоқ. Мысалы үшін, осы ауылдың базасымен, ауылдың білімімен сондай нәтиже беріп атты дейсіз. Нәтиже беріп. Бірақ енді біз оны олай қарастырып, бал үшін, не үшін деп неған жоқпыз. Мына құндылықтарды, кітап оқуды жүйеге қойсақ деп жүрген кезде, мына жақтан мынандай нәтижелер көрсетті. Оқушым айтады да, апай, мына кітап-лайық менің өмірімді өзгертіп жіберді дейді. Күшті. Мен бұрын жаңағы бір атақты, мықты қызметкер болсам деп ойлайтын едім дейді да, енді Өзбекәлі сияқты елге қызмет еткім келеді деп, жаңағы бағытын өзгеріп, таңдауда. Ұлттық намысы, рух оянып. Кітап-лайық жобасынан оқушыларға берер пайдасы қандай? Біз жаңа айтып өттім ғой, осы уақытқа дейін біздің мектебімізде республикалық, облыстық байқаулардың жеңімпаздары жоқ еді. Осы кітап-лайық жобасының нәтижесінде ақындар мүшәйрасы, мысалы айтатын болсақ, жас қалам байқауы деген болады. Яғни сол жас қалам байқауында эссе бағыты бойынша оқушыларымыз облыстық, республикалық деңгейде жүлделі орындарға ие болып жүрді. Сондай нәтиже, үлкен көрсеткіш көрсеттік. Және де пән олимпиадасы бойынша, қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша облыстық деңгейде бірінші орын алдық қадам-қадам бойынша. Яғни балаларымыз тұйықтау еді. Енді біз ауылдық жер болғаннан кейін балаларымыз тұйық, ойын ашық жеткізе алмайтын еді. Қазіргі таңда кәдімгі оқушыларымыз суырып салма, өзінің ойын ашық жеткізетін. Енді мен бұл жобаны шынын айтқанда бірінші қалалық деңгейде 23-24 жылы тарқаттым. Қалалық деңгейде қалалық семинар өткізіп, осы кітап-лайық жобасын қорғап, сол жерде қалалық деңгейде тарқаттым. Одан келе облыстық деңгейде тарқаттым. 24-25 оқу жылында. Облыстық деңгейден кейін артынша сол жылы республикалық деңгейде кітап-лайық жобасы қазір бағыт бойынша, бағдарлама бойынша барлық аудан бар республика бойынша тарқатып өткіздік. Сәке, мына сіздердің жобаңыз, былай айтқанда, қазір Түркістан облысы емес, жалпы Қазақстан Республикасына тарап жатыр десек те болады. Көп жерлерде айтып жатыр. Өзіміз осы жақында бастады, Алматы облысының Райымбек ауданы өздік кәсіпкерлер хан тәңірі деген атпен кәсіпкерлер клубын ашқан. Солар осы жоба сіздерден қарап, былай айтқанда, соны сол кісілер бастап кетті. Айдар деген ағамыз бар арасында, сол лидері. Сондай сіздерден көріп, нәтижелерді көріп, сол өз Райымбек ауданында 4000-нан аса бала бар екен. Сол жобаға 1000-ға жақын бала қатысып жатыр. Солардың бәрінің кітаптарын сатып алып, осы жобаны жақсы сәтті бастап кетті. Енді сол кісілерге де бір айтатын үндеуіңіз, қолдауыңыз бар ма? Мотивацияңыз бар ма беретін? Жоқ, ол кісілерден керісінше біз мотивация алып отырмыз. Солай ма? Өйткені мынандай ғой, біз осы жобаны 2 жыл өткеннен кейін, аудандық семинар дейді, бұның нәтижесін көргеннен кейін, бұның педагогтардың арасында мынандай нәрсе бар. Аудандық көлемде мына жобаның жақсы нәтижесін көргеннен кейін, бұны аудан көлемде тарату керек дегенде аудандық семинар жасайды екен. Ауданның барлық мектептерін шақырады, бүгінгідей сөйтіп ана кітап-лайықтың, осы Арыс ауданы. Иә, Арыс ауданы кітап-лайықтың жобасын көрсетеді бәріне. Азанғы 9-дан бастап нәтижесін шығарып, марапатты бергенге дейін кезін тәптіштеп көрсетеді. Мынандай нәрсе. Ол неге? Оны ана келесі ауданның мұғалімдері үйреніп, келесі ауылдың мұғалімдері меңгеріп, ананы үйрену үшін сондай не жасады. Оны аудан деңгейінде нәтижесін көргеннен кейін, онда облыстық семинар жасаймыз деді. Облыстық семинар жасап, облыстан 18 аудан жинап, оны тағы көрсеттік бәріне. Одан кейін тағы да көре алмай қалдық деп еді. Оны көрші ауыл Ардалада да сондай кітап-лайық басталды да, оның да қорытындысын облыс деңгейінде жасап, тағы да соны көрсеттік барлығын. Сонда енді бұнда көп
біліп үйреніп таратса деген мақсатында ғой. Одан кейін соның қатарында осыны республика көлемінде жаңағыдай көріп, фейсбуктан, интернеттен көріп отқаннан кейін үйренушілер көрсек деген нелер адамдар көп болды бізге. Немізге шығып отырады, тәжірибе алмасақ деп. Тәжірибе алмасақ, көрейік қалай болып жатыр деп. Олар мүмкіндігінше келе алатын, сол кітап-лайыққа келіп көрсетеміз, келе алмайтын жаңағыдай Zoom арқылы, әлеуметтік желі арқылы отырып, айтып, түсіндіріп, не қылатынымыз. Ол бірнеше Ақтаудан да шықты, Жезқазғаннан да шықты, Жетісайдан да шықты, жерлерден шығып, осылай не қылып отыр. Соның арасында бізге қатты шабыт беріп, таңғалдырғаны осы Алматы облысы Нарынқол ауданының жігіттері, Райымбек ауданының жігіттері, жаңағы Руслан, одан кейін Айдар ағалар шығып, жаңағыдай осы жобалар қалай болып жатыр, не болып жатыр, соны білейік деп жаңағыдай сұрап, ақылдасып, біз ойлағанбыз алдында сол кезекті жаңағыдай сұрайды, одан кейін жалғастырып, негізі көп жерлер жалғастырып кетеді, бірақ ауқымды жалғастыра алмайды. Бір мектепте ғана, болмаса бір мектептің 2-3 сыныбында ғана өткізіп неғып келеді, солай болып жүреді алдында. Бір аудан көлемінде істеп кетпеді дейсіз ғой бірден. Аудан көлемінде істеп кеткен бұндай феномен болған жоқ. Осы кісілер сөйтіп Zoom-мен 1-2 түсіндіріп айттық. Одан кейін екіншісінде тағы да Zoom-ға шығамыз, мұғалімдерді жинап отырмыз, сол тәжірибелеріңізді бөліссеңіздер, сол авторлардың жаңағыдай жобамен айналысып отырған педагог кісілермен шығарсаңыздар бірге шығып сөйлессек деп. Сонымен жарайды деп келісіп, күнін уақытын белгілеп шығып кіріп қалсақ, 49 адам отырған жерде. Сол бір ауданның директорлері, мұғалімдері, яғни білім бөлімінің басшысы, білім бөлімінің әдіскерлері, жалпы мына жобаның тез-тез жүріп кетуге қандай мүдделі адамдар бар, барлығы отырған жерде. Ал енді келіп айта берейін деп, ана жерде кіріп қалды деп, мәссаған мынандай адамды, мынандай немен бастайды деп ойламады деп. Сосын әлде де ол жаңағыдай түсіндіріп қоя саламыз ғой, ары қарап жүре ме екен, жүрмей ме екен деген сияқты нәрселер болды. Түсіндіріп бастадық. Ендігі аптасында жаңағыдай біз кітаптар алып бастадық. Жаңағыдай 27 мектеп ауыл деді, ауылдық жерлерден, жаңағыдай мектептерден алып оқып. Тентектен тез хабарды бұлар бірден бастап кеткен екен ғой. Кәдімгідей жүйелі түрде. Жүйелі, одан кейін бір не емес, кәдімгідей жүйелі программалармен, біз мысал үшін біз жаңағыдай жүйелеп жасай алмай жатқан форматтарды ол кісілер түсініп, сол форматтарға салып, негізі мынандай болу керек қой, мынандай болу керек қой деп көп нәрсе жетілдірді дейсіз. Жетілдірді. Сол кісілерден көріп таңғалып қалды. Одан кейін жаңағыдай бүкіл ауылдарға өздерінің осы біздің айтқан тәжірибені барлық ауылдарға бірден ендірді. Сол жердегі жомарт жігіттерге, жаңағыдай кәсіпкер жігіттерге түсіндіріп, оларға демеуші тауып, оны жүргізетін мұғалімдер жаңағыдай білім бөліміне түсіндіріп, бірден гүрілдетіп кітап таратқан оқыған кезде ол кісілерден наоборот біз шабыт алдық. Осы ауылға келін болып келдім, 2006-та осы мектепке жұмысқа тұрдым. Қызметтік диплом алдым да осы. Енді мен жастай осы жерге келгеннен кейін маған бұл мектеп, мен мектептен ешқандай шаршамаймын өзім. Тіпай. Енді энергия аласыз жұмыстан. Маған айтады ғой, сіз дейді, сіз неғып шаршамайсыз? Чатқа да тыныштық бермеймін. Мұғалімдерге ана олимпиада, мына олимпиада, бүйтің. Ұйықтасай, сен ұйықтайтын кезің бола ма? Жатсай дейді. Ал бірақ сонда мен енді ұялып қаламын да әріптестеріме. Мен жайсызданып кеттім ба, қой сәл не қылайын деп. Сөйтіп бір күні бауырым айттым, маған сөйтіп бір әріптесім айтты. Сен неғып шаршамайсың ба? Не керек деген сияқты, не керек дейдім. Сосын айтады бауырым. Мен сол кісіге жауап бере алмадым, себебі бауырым айтады, мен өзімнің сүйген ісімнен рахат аламын. Неге солай жауап бермейсіз? Менің сүйген ісім осы ұстаздық жолға түсу, яғни ұстаздық жолға мен бар жан тәнімді салғанмын. Мен шаршамаймын. Үйге барсам да мен осы мектептің, кешке дейін осы мектептеміз. Ол жобаны алып жүру бір бөлек, мынау әдістемелік жобасын бір бөлек, пәнім бір бөлек. Бірақ мен одан, Құдай, Алла күш қуат берсін, тіл көзден сақтасын, бірақ мен одан өзіме үлкен мотивация, күш қуат аламын. Күш қуат энергия аламын дейсіз, осы істен. Мен әр істің
нүктесіне дейін, үтіріне дейін мән беріп, енді Аллах тағалам күш қуат берсін, бірақ енді өте жауапкершілікпен берілген ұстаздық мамандыққа жауапкершілікпен бір кейде өзім ойлаймын, бір ешқандай да шаршамауымыз керек. Осы саладан Құдай қаласа аман есен зейнеткерлікке шықсақ, соның өзі бізге үлкен мәртебе, күш қуат, абырой. Сәке, сұхбатыңызға рахмет. Көп мағлұмат алдық деп ойлаймыз. Мына көріп отқан көзқарақты көрермендер өзіңіз сияқты әр ауылда да бар ғой, кішкене бір олигарх емес, кішкене бір кәсіпті дөңгелетіп отқан. Яғни сондай кісілердің қолынан келетін іс деп ойлаймын. Яғни бұл тек қана ауылға емес, былай қарағанда елге, ұлтқа қызмет деп санаймын, өз басым қарап отырсам. Жалпы кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, балдардың таландыру, қызығушылығын арттыру, сол арқылы балдарға рухани құндылық сіңіріп, елімізге деген білімді, білікті азаматтарды қатарын көбейту, жалпы жақсы миссиясы, ойы, мәнді істеп өзім көріп отырмын. Ал отбасыңыз аман болсын, ісіңізге береке тілеймін. Мына бастамаңызды бүкіл Қазақстан Республикасына жайылсын деп деген тілегім бар. Рахмет. Қазақстан әлемдегі ең аз кітап оқитын елдердің бірі. Сеуорд іскерлік басылымы жүргізген үлкен халықаралық зерттеуінде Қазақстан халқының кітап оқу деңгейінің өте төменде екені көрінді. 2024 жылғы рейтингте еліміз 102 елдің ішінде 95 орынға түсті. Зерттеуге қатысқан 6,5 миллион адамның жауаптарына сүйенсек, қазақстандықтар орташа есеппен жылына бар болғаны 2,77 кітап оқиды екен. Бұл 3 кітапқа да жетпейтін көрсеткіш. Көршілес елдер біздің алдымызда келеді. Орталық Азияда Қазақстан соңғы орындарының бірінде тұр. Тәжікстан 4,15 кітап, Қырғызстан 3,96 кітап, Түркменстан 3,18 кітап. Ал Өзбекстан бұл рейтингке мүлде енбеген. Қазақстан ал жерден кейін Иракпен бір деңгейде орналасқан. Ең аз кітап оқитын елдер. Кітап оқу көрсеткіші ең төмен 3 ел. Ауғанстан 2,56, Бруней 2,59, Пәкістан 2,66 кітап жылына оқиды. Ал ең көп оқитын елдер ақш пен Үндістан. Әлемнің ең белсенді оқырмандары ақш тұрғындары. Бір адам жылына 17 кітап оқиды. Үндістан 16, Ұлыбритания 15, Франция 14, Италия 13 кітап. Ресейде алғашқы 10-дыққа кіріп, 11 кітаппен Қазақстаннан 4 есе жоғары нәтиже көрсеткен. Қазақстан тұрғындары кітап оқуға жылына небәрі 65 сағат қана жұмсайды. Бұл аптасына 1 сағаттан сәл ғана ұзақтау. Салыстырсақ, Тәжікстан 89 сағат, Қырғызстан 87 сағат, Түркменстан 74 сағат, Ресей 223 сағат, ақш 357 сағат жұмсайды екен. Қазақстан Ауғанстаннан 58 сағат, небәрі 7 сағатқа ғана озып тұр. Мәлімет ranking.kz сайтынан алынды.